Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін біз бітеу сорпа істейміз. Ол үшін бізге ет керек. Осындай етті майдалап, кішкентай етіп турап аламыз. Пиязымызды осылай майдалап, көбік сияқты турап аламыз. Бізге бір пияз, екі сарымсақ қажет болады. Пиязымызды етімізге саламыз. Сарымсағымызды да мелкий қылып бақап турап аламыз. Сарымсағымызды да осылай қосып салып аламыз. Қызыл бұрышымызды кішкене қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрышымызды да қосамыз. Осылай кішкене май құямыз. Еттеріңіз майлы болса, құймай қоюға болады. Ал еттеріңіз майсыз болса, осылай кішкене май құямыз. Сонда бір стакан су құйып, бұқтырып қоямыз. Осылай араластырып, бұқтырып қоямыз. Қамырымызды осылай иілеп дайындап алдық. Оны қазір жаямыз. Осылай кішкентай қылып, үш бөлікке бөлдік. Оны осылай кішкентай қылып жайып аламыз. Себебі біз қазір 3 кесеге істейік деп жатырмыз. Сол себепті 3 бөлікке қамырымызды бөліп жайып аламыз. Осылай жаңағы бұқтырылған сорпамызды 3 кесеге бөліп құямыз. Енді осы қамырымызды кесеміздің бетіне жабамыз. Осылай жан-жағын әбден жабамыз, өйткені бетіне буы шығып кетпей береді. Осылай мантабаркаға пісіреміз. Вау, міне біздің буға піскен сорпамыз дайын болды. Иіс мощный, енді мұрынды жарып барады. Қазір дәмін көреміз. Ал міне пісті, осылай болып. Күшті сорпасы, күшті болып шыққан. Осылай шепектерін шығарып, араластырып жейміз. Аз болсын. Осылай болып шықты. Бұл грипп дегенде, тұмау тигенде өте жақсы көмектеседі. Суықтағанда осы сорпаны істеп ішсеңіздер, тұмауларыңыздан сразу бір күнде айығасыздар.